газетінің тарихы сонау тереңнен басталады. Соғыс жылдарындағы, одан кейінгі мына еліміздің өркендеу жылдарындағы Ақжол газетінің елдің жасалып жатқан жұмыстарды насихаттаудағы еңбегі өте орасан. Сонымен бірге Ақжол газетінде біздің қазіргі мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының әкесі Кемел Тоқаев та қызмет еткенін біз білеміз. Сондықтан бұл үлкен шаңырақ. Біздің Ақжолдың 100 жылдығына байланысты іс-шаралар жылдың басында басталған. Ақпан айында сол республикалық айтыс өткіздік. Одан бері мынау 100 жылдыққа байланысты 100 терек отырғыздық. Басқа да қайырымдылық іс-шаралар өткіздік. Жыл бойы осы іс-шаралар жалғасын таба береді. Салауатты өмір салтын насихаттағым келеді. Таластан шығып, 50 километр велосипедпен жүріп өтсем, 50 километр жүгіріп өтсем деген өзінің ұсынысын айтты. Біз қуана қабылдадық. Қан қысымыңыз жақсы, қалыпты. Жақсы, бәрі ойдағыдай. Қазір өте қуанышқа жеткеніме Құдайға шүкір. Ақжол газетінің ғұмыры ұзақ болсын.